Мұса пайғамбар залым перғауыннан жан сауғалап қашты. Теңіз жағасына келіп тірелді. Алдында буырқанған теңіз, артында қалың әскермен перғауын тұр. Қашатын жері жоқ. Қасындағылар біткен жеріміз осы деді. Мұса болса нық сеніммен, Алла өзіне сенген құлдарын қараусыз қалдырмайды деді. Осы кезде Алла тағала Мұсаға аса таяғымен теңізді ұр деп бұйрық берді. Мұса Алланың пәрменін бұлжытпай орындады. Аса таяғымен теңізді салып қалды. Қызыл теңіз әп-сәтте қағайырылды. Ғажап. Құрандағы осы бір оқиғаның өзі сенің ойыңды да, өміріңді де түбегейлі өзгертіп жібереді. Бұл оқиғадан не ұғынамыз? Әсілінде аса таяқпен теңізді қағайыру мүмкін емес. Бірақ Алла тағала дана ғой. Бұл әлемді себепке байлап қойған. Белгілі нәтижеге жету үшін себеп қажет. Мұса қолынан келген себепті жасады. Алла теңізден жол салып берді. Демек, сен де қолыңнан келген себепті жасайтын болсаң, саған небір теңіздер ашылады. Үмітсіздікке салынғандығы себепті басқалар бұл жағдайдан шығатын жолды көре алмады. Ал Мұса Аллаға және өзіне деген сенімін жоғалтқан жоқ. Шығар жолдың барын білді. Рас, кейде қиындықтан шығар жол біздің ақылымыздан үстем келуі мүмкін. Мәселен, теңіздің қағайырылуы. Ақылға сыймайтын нәрсе, мұғжиза. Бірақ бұл үмітсіздікке салынуға сылтау емес. Мұса мұны жақсы білді. Ал ақылдан үстем болған нәрсені Аллаға деген сенім айшықтап береді. Ендеше сенімің нық, себебің бүтін болсын. Айтпақшы, залымның зұлымдығынан құтылу үшін жылай беру пайда бермейді. Аллаға және өзіңе деген нық сеніммен себебін жасап, харекет қылу қажет. Перғауыннан асқан залым жоқ. Ал Мұса теңізден жол ашып, одан құтылды. Саған да ашылатын теңіз бар. Тек аса таяғыңды әзірле.